Hürmetli kavim, bugün mına Köktürme Audanı деген Алматта аудан бар. Алматының орталықтағы керемет аудан. Бұл ауданда бүкіл кәдімгі белгілі азаматтар өмір сүріп жатқан. Мынау қасымдағы үйлерде Иранғайып деген үлкен ақынымыз бар. Одан кейін бұрында осы ауданда кереметтей біздердің жақсы азаматтарымыз Нұрғысат Тілендиев, Шәмші Қалдаяқ, Байділдаев, Еспаев осы Көктем ауданында талай бірге жүріп, бірге кәдімгі өмірді қызықтағанбыз. Бұғар жырау деген жерде біздің былай демалатын орнымыз бар еді. Сонда талай кездесіп бірге жүретін едік. Үлкен аудан бұл енді. Бұл аудан Казудың түбінде, қаланың ортасында. Мінекей осы көктемге біздің белгілі композиторымыз, белгілі әншіміз, бүкіл әндерін бүкіл Қазақстан айтып жүрген ортамызда Құралай Сәтмұхамбетова менің үйімде қонақтап отыр. Үлкен қуаныштымыз. Енді тарихта айта берсе көп қой ол. Енді кезінде бір Ұлықпан Жолдас бір телевизорден кереметте бір ән шырқады. Құралай Ұлықпан қайсы әні? Алтынай әні. Алтынай әні шырқалды. Кереметте енді Ұлықпанның орындауында кереметтей. Содан кейін бұл кімнің әні деп мен зерттей бастадым. Енді біздің үлкен ақынымыз бар, Исраил Сапарбай. Соған звондадым ғой. Исраил, мынау Құралай Сәтмұхамбетованың бір әні шығыпты. Соны авторын қалай табамыз деп. Ой, аға тауып береміз деп. Кейін тауып беріп, осы Құралайды кездестіріп, Алматыға шақырып, содан бері бұл енді 90-шы жылдар болу керек. 30 жыл өтіп кетті ғой. Сөйтіп Құралайды кереметтей кәдімгі. Енді кейін қарасам, Құралай Қазақстандағы белгілі композитор, белгілі әнші екен ғой. Сөйтіп Құралаймен танысып, бүгін мінекей менің үйімде қонақтап отыр. Енді Құралай туралы біраз айтуға болады. Әрбір шыққан әннің орындаушысы болады, халыққа таратушы болады. Ұлықпан Жолдасов осының әні қандай әні еді? Алтынай әні Ұлықпан Жолдасовтың негізі репертуар айналды. Одан кейін ойланып жүрдім, есі Құралай тағы да қандай ән шығарады деп. Сөйтсем, екінші әні Әппақ гүл деген ән шығарды. Әппақ гүлдер деген ән шығарды. Ол да популярный болып кетті ғой. Біздің әншіміз кім еді? Ақбота Керімбекова соның өзі сол афишімен Әппақ гүлдерді орындап концертін өткізді. Осын тағы да ойландым, Құралай тағы да қандай ән шығарады деп ойлап жүрсем, үшінші әні Ауылға барам. Керемет Ауылға барам. Ол да бүкіл Қазақстан телевизор ашып қарасам, бүкіл бәрі Ауылға барам әнін айтып жатыр. Сондай үлкен композитор әншінің бүгін менің үйімде қонақтап отыр. Иә, бұл ағаның әуен баспасынан небір таланттардың, небір талантты композиторлардың, әншілердің репертуарындағы әндер кітап болып шығып жатыр. Бұл өте пайдалы нәрсе халыққа. Халық сол кітаптардан небір әндерді үйреніп, күйлерді үйреніп, тартып, шертіп дегендей. Сондай бір қазақ өнеріне үлкен үлес қосып отқан
әуен баспасы деп айтар едім. Бұл кісіменен танысқалы менің екі бірдей жинағым шықты. Біріншісі «Аппақ гүлдер» деген, одан кейін «Ауылға барам» деген атпен шықты. Оның ішінде 60 әндей бір шықты, 63 әндей тағы да бір шықты. Сөйтіп аға менің жеке шығармашылығыма да үлкен үлес қосып жатыр деп есептеймін. Ал енді осы жақында осы студияда жаңағы баспада бір композитор жігітпенен кездесіп қалдық. Ол өзінің әндерін айтып, содан кейін барып ағаның ұмытылып кеткен ретро әні бар. «Неге жаным шығарып сала алмадың» деген. Сол әнді басқаша қылып айтып, бұзып, сөздерінде дұрыс айтпай, мүлде басқа кейіпте айтып берді бізге. Содан кейін мен оны ойланып барып, ағаға айттым, бұлай болмайды. Сіздің өзіңіздің бастапқы жазған оригинал оригинал мәтіні, оригинал әні, соны қайтару керек. Бұл ретро ән, келешекте біз ретро әндерден конкурс жасайтын болсақ, байқау, осы әнді халыққа танытамыз деп. Содан Шымкенттегі Қазақстан дауысы атты республикалық әншілер конкурсына қатысқан Астана Қарғабай деген керемет әншіміз бар. Сол Қарғабайға мен өтініш жасап, осы ағаның «Неге жаным шығарып сала алмадың» деген әнін аранжировка жасатып ұсындым. Сол жігіт айтып шықты, жақсы, өте жақсы айтып шықты. Соны бүгін алып кеп ағаға тыңдатып, бірінші рет тыңдатып отырмын. Ол жаңағы осы жерге келіп, сол әннің бірінші презентациясына куә болған қыздар мен жігіттер отыр осы жерде. Бәріне ұнап жатыр. Құтты болсын аға, әніңіз. Жаңа айтып отырсыз, жаңағы Ұлықпан Алтынайды айтып белгілі танымал болды. Ақбота «Аппақ гүлдерді» айтып танымал болды. Одан кейін жаңағы «Сені көргім келеді» тұрады, «О гитара», «Ауылға барам» әнін Мақпал Жүнісова айтып жүр бұрыннан. Және Жұбаныш Жексенұлы айтады ол әнді. «Аппақ гүлдерді» Ерке Есмаханды айтып жүр қазір. Сол сияқты бірталай әндер айтылып жатыр. Оның ішінде енді шыға алмай, әртүрлі себептерге байланысты халыққа жетпей жатқан әндерім де көп. Негізі 200-ге тарта әндер жазғам. Енді болашақта шығып қалар олар. Бұл ән ақын Зейнолла Шүкіровтың сөзде жазылған «Неге жаным шығарып сала алмадың» деген Өтеген Спановтың әні. Орындаған Астана Қарғабай деген әнші. Сонда кездестім саған жаным, неге аңғардым қара көз қадалғаным. Кетер кезде амал тек бір өзіңді, көп досыңның ішінен таба алмадым. Артыма алаңдадым, неге жаным шығарып сала алмадым. Қала берді өзіңмен бар арманым, неге жаным шығарып сала алмадым. Кетіп барам жабырқап жанарда мұң, терезеден көзімді ала алмадым. Неге мәңгі қалмадым осы арада, көлеңкең боп неліктен жара алмадым. Қимадым, алаңдадым, неге жаным шығарып сала алмадым. Көз алдымда
yüzüne harmanan, nege canım çıkarıp salalmadan. Köp izledim, köp küttüm, kıralmadım. Kala verdi kevdemde köp armanım. Kımbattım bu birisi kim almadım. Kıymasın bu kuşakka oralmadım. Oralmadım, artıma alandadım. Nege canım çıkarıp salalmadım. Kırk izledim, kırk küttüm alandadım. Nege canım çıkarıp salalmadım.